Барлығымыз ашсақ, енді экранға қараймыз, балалар. Экран көрініп тұр ғой, иә? Экранға қараймыз. Экранда серпілген сауал әдісі арқылы біз өткен тақырыптарды қамтып өтейік, жақсы ма? Мысалы, зат есім дегеніміз не? Жауап береді Айсұлу. Зат есім дегеніміз не? Қалғандары микрофонды өшір. Айсұлу? Айсұлу шығып кетті. Жақсы, олай болса жауап береді Ойша. Зат есім дегеніміз не? Ойша, айта қош. Кім, кімде, не? Деген сұраққа жауап береді, иә? Зат есім дегеніміз не жалпы? Адамдарды кімде деп айтады. Стоп аталады, нелер деп айталады. Жақсы, толықтырып кетейін, иә? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Зат есімнің сұрақтары кім, кімдер, нелер. Жақсы ма? Келесі, біз оның қандай түрлерімен таныс болдық, балалар? Зат есімнің қандай түрлерімен таныстық осы кезге дейін? Кім айтады? Қол көтереміз, мен көріп отырмын бәріңді. Тынышталамыз, қол көтереміз. Айым. Зат есіммен, жалпы есіммен, дана есім және күрделі есіммен. Өте жақсы. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, балалар, бүгінгі күн рәсімін жазып алайық, дәптерімізді ашамыз. Тақтада көрсетілген, қараймыз, наурыздың 15-і, сынып жұмысы, нәтиже сабақ. Бізде көркем жазуда әрпін жазамыз. Барлығымыз екі қатар бойынша жазып аламыз. Өте жақсы, жазып болғанда тыныш отырамыз. Апай, мен де жазып болдым. Өте жақсы, Ернар. Мен де жазып болдым. Жақсы, жылдам жаз деп айтты екен деп тез жазып бітіре салмаймыз, әдемілеп, көркем жазамыз. Мен бұл тапсырмалардың барлығын күніне не үшін беріп отырмын? Сендерді әдемі жазсын деп беріп отырмын, жақсы ма? Сондықтан боямай, сызықтан шығармай, әдемілеп жазамыз. Болдық па барлығымыз? Апай, жазып болдым. Өте жақсы, Айсұлу. Жақсы. Мен де жазып болдым. Жақсы, Ойш. Зарина. Ибрахим, сен жазып отырсың ба? Ибрахим қайда? Өте жақсы. Ойша, жақсы. Қалғандарымыз болдық па? Өте жақсы, Ибрахим. Нұрислам, сен жазып отырсың ба? Мен де болдым. Өте жақсы. Апай, мен де болдым. Жақсы, қыздар. Қуанышбек, Нұрислам, жазып отырсың ба? Апай, мен де болдым. Өте жақсы. Айым, өте жақсы. Апай, мен болдым. Өте жақсы, Аяна. Олай болса, балалар барлығымыз болсақ, келесі 69-шы беттегі жаттығуға қараймыз. 5-ші жаттығу 69-шы бет. Бізге берілген сөздерді оқиды. Айсұлу оқи ғой. Жайық, бесік, жиренше, ертегі, тайбурыл, оқушы, көз, сөз табы. Өте жақсы. Бұл жерде қай сөз көп деген, яғни жалқы есім көп пе, әлде жалпы есім көп пе? Дәптерге екі жаққа жазамыз бөліп. Біреуіне жалқы есім, екіншісіне жалпы есім. Осы сөздердің ішінен қай сөз көп, яғни қай есімнің сөзі көп? Соны дәптерге орындаймыз. Жылдам орындаймыз, одан кейін оқимыз. Қол көтеріп оқимыз. Кім бірінші болады? Қолын көтереді. Мен сол оқушыны тыңдайтын боламын. Қанекей, бастаймыз. Бастаймыз барлығымыз.
Бала жазып болса, қолымызды көтереміз, жақсы ма? Ернар болды. Жақсы. Мен Ернардың болғанын көріп отырмын. Тағы да. Жылдамдамыз болыңдар. Кім болды тағы да? Нұрислам, Зинура, Айым, Зарина, Ибрахим. Я, Ибрахим болыпты. Тағы да. Болдық па барлығымыз? Жақсы, олай болса бізде ең бірінші болған Ернар. Ернар оқи ғой. Жалқы есімге қандай сөздер жаздың? Ернар, микрофонды қоса ғой. Жалқы есімге қандай сөздер жаздың? Жалқы есімге жайық, жиренше, тайбурыл. Өте жақсы. Ал жалпы есімге қандай сөз жазды екен? Айсұлу, сен оқи ғой. Жалпы есімге қандай сөздер жаздың? Бесік, ертегі, оқушы, көз, сөз табы. Өте жақсы. Аяна, жалқы есімге сен қандай сөз жаздың? Жалқы есімге жайық, жиренше, Тайбурыл. Жалпы есімге мен бесік, ертегі, оқушы. Иә, өте жақсы. Ибрахим, сен жалпы есімге қандай сөздер жаздың? Жалқы есімдерге жайық, жиренше, тайбурыл. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар, барлықтарың дұрыс орындағансыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға қараймыз. Келесі бізде 6-шы жаттығу. Өлеңді мен қазір оқимын, одан кейін келесі оқушы оқиды. Мен өзім айтамын, жақсы ма? Тыңдаймыз. Білмейді омар, ораздар. Жұмбақ, сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар. Дақпар неге күнде, соны айтпаса білінбе. Неге жалғыз тұрады, көрт шыққандар інінде. Балалар, бұл тапсырма бойынша біз зат есімнің көпше түрін табуымыз керек. Оқулыққа қарайықшы. Зат есімнің балалар, мен өлеңді оқып шықтым. Бізге тапсырмадан нені табыңдар дейді? Күрделі зат есімін табуымыз керек, және де өлеңге сұрақ қоюымыз керек. Сонымен қатар Аяна айта ғой. Аяна. Айым, тыныш отыр. Жақсы. Өлеңді кім оқиды тағы да бір рет? Айсұлу. Оқи ғой, Айсұлу. Қалғандарымыз тынышталыңыз, Айсұлу оқиды. Тынышталыңыз, Айсұлу. Балалар, Айсұлу оқиды, қалғандарымыз тыныш отыра тұрамыз. Кезек-кезекпен оқимыз, тыныштал. Тыныштал барлықтарың. Айсұлу, микрофоныңды қос. Өлеңді оқи ғой. Айсұлу. Білмейді омар, ораздар, жұмбақ, сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар. Дақ бар неге күнде, соны айтпаса білінбе. Неге жалғыз тұрады, көрт ұшқандар інінде. Өте жақсы. Келесі Зарина. Зарина оқи ғой. Білмейді омар, ораздар, жұмбақ, сырлар біраз бар. Неге ұшпайды түйе құс, күрке тауық қораздар.
Өте жақсы. Келесі. Дақ бар неге күнде? Дақ бар неге күнде? Нұрислам тыныш отыр. Соны айтпасам білінбе. Иә. Неге жалғыз тұрады өрт ұшқандар інінде? Өте жақсы. Өте жақсы, рахмет. Келесі Аяна. Аяна, сен оқи ғой, одан кейін жаттығуды аяқтаймыз. Аяна. Ораздар жұмақ сыпқа біраз бар. Неге ұшпайды? Түйе құс кетауық қораздар. Дақ бар неге күнде? Соны айтпаса білем бе? Неге жалғыз тұрады өрт ұшқандар інінде? Өте жақсы балалар, рахмет. Олай болса, келесі біз тағы да бір ойын ойнап көрейік. Қазақ тілден жақсы ма? Ойнайсыңдар ма? Жақсы. Олай болса, тыңдаймыз бірінші. Бізде сәйкестендір деген ойын бар екен. Яғни, мына жақта бізге сөздер берілген, соны біз мына атауларға байланысты сәйкестендіруіміз керек. Ең бірінші сөзді бізге оқиды Аяна. Аяна оқи ғой. Бірінші сөзді оқи қойшы. Асы тәтті қыз қыз. Иә, бұл нені білдіреді? Көлем бе, әлде түсі ме, дәмі ме, немесе пішіні ме? Қайсысын білдіреді? Дәмін білдіреді. Өте жақсы. Дәмін білдіреді. Иә, келесі Нұрислам оқиды. Нұрислам, оқы. Иә, бұл нені білдіреді екен? Пішінді білдіреді. Өте жақсы. Келесі Ернар. Ернар. Жақсы, естідім. Жақсы, рахмет. Келесі Ернар оқи ғой. Ернар. Ернар. Иә. Кіші үлкен ұзын. Бұл нені білдіреді? Түсі, дәмі, жоқ. Кішіні. Көлемін білдіреді, иә? Көлемі. Иә, өте жақсы. Келесі Айсұлу. Соңғы сөзді оқи ғой. Көлемі. Жақсы, рахмет.